Қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте жұмсақ әрі дәмді етті бәліш дайындаймыз. Видеоның соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қазанға шамалы сұйық майымызды құйып, фаршымызды салып қуырамыз. Фаршымыз қуырылғанға дейін керекті заттарымызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге керегі бір пияз, бір сәбіз, бір бұрыш жаңа не бір қызанақ керек. Олардың бәрін жуып тазалап алғаннан кейін ұсақтап тураймыз. Пиязымызды ұсақтап тураймыз. Морковьті теркадан өткізіп аламыз. Қызанақты ұсақтап тураймыз. Және бұрышты ұсақтап тураймыз. Турап болғаннан кейін мына қуырылған етімізге фаршқа жаңағы пиязды қосып 1-2 минут қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Бір-екі минут қуырылғаннан кейін сәбізді салып, тағы да 1-2 минут қуырамыз. Содан кейін қызанақ пен бұрышты салып, 5 минут тағы бір қуырып шығамыз. Енді дайын болған массамызды осылай бөлек ыдысқа салып аламыз. Тезірек суытамыз. Міне дайын, енді суыған күтеміз. Оған дейін қамыр илейміз. Қамырымызға жылы сүт керек. Тұз керек. Қант керек. Дрожжыны саламыз, ашытқыны. Және шамалап ұн салып, жақсылап араластырып, дрожжымыз ашып көтерілгенін күтеміз. Бетін жауып қоямыз міндетті түрде. Енді қалған ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болар кезде майымызды салып, жұмсақ қылдырып, қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырды салафанға немесе пищевой пленкамен жауып, көтерілгенін күтеміз. Көтерілген қамырды қолмен басып, оқтаулап жібереміз. Мынандай жұмсақ, жұқалау қамыр болу керек. Шетін артық жерін кесіп алып тастаймын. Ол артық қамырмен бетін әсемдеп жібереміз. Дайын болған қамырымызды ыдысқа салып, жақсылап жайып, салмасын салатын боламыз. Ортасына салмасын саламыз. Жазып шығамыз осылай. Жан-жағын осылай жабамыз. Енді бір жұмыртқамен бетін бәрін жап шығамыз. Жұмыртқамен қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Мінекей, біздің бәлішіміз пісті. Қандай